Дау бастайды. Мен айтып Қойыңдар, иә, балалар? Баста. Иә, жалпы көріп шықтым. Иә, апай, сен қарап. Айта бер. Болашаққа бастар жол дегенде бұл жерде, яғни біздің белгілі саясаттанушылар, жалпы осы саясаттанушылар, парламент сенатының депутаттары болсын, осы біздің еліміздің дамуына үлес қосқан кісілердің сөздерін қарап шықтым, тыңдап. Ол жерде барлығы өздерінің сол кезде тәуелсіздік алғаннан кейінгі осы біздің елордамыздың, яғни Астанамыздың қалай көркейгені жайында, және сол жолда қандай еңбектер атқарды, қандай қиыншылықтар болды, сол жолдың барлығын айтып өткен бұл жерде. Сол кездегі біздің жалпы ештеңе болмады ол кезде бізде, жаңадан Астананы ауыстырған кезде, сол кездегі қиыншылықтарды өздері, мысалы, Алматы қаласында тұрып, осы елдің дамуы үшін, көркеюі үшін үлес қосу барысында елбасымызға көмек ретінде жүріп, өздерінің тұрып жатқан жерлерінен осы жаққа көшіп келіп, осы жақтың ауа райына да үйренісіп, осы жақтың өмір сүру салтына да барлығына дағдыланып, барлық өздерінің күш жігерлерін еліміздің дамуына қосты. Сол жерде бұл кісілердің барлығының айтып жатқанынан мен түсінгенім, осы өздерінің жұмыстарына деген құлшынысын, өздеріне деген сенімділіктің барлығын елбасынан алып отырмыз деп айтып отыр. Яғни бұл жерде елбасының қандай тұлға екендігін, өзінің жол бастай білетін, өзінің елдің көркеюіне, дамуына деген қосқан үлесін, және өздерінің де жұмысқа деген шабыттарының ашылуын, барлығын түсіндіріп айтып өткен. Жалпы сол жылдардан бергі еліміздің дамуынан енді көз алдыларында болды ғой ол кісілердің, осы еш нәрсе болмай тұрған бастап болған барлық сатыларды айтып өткен. Осы болашақ ұрпақ үшін, яғни біздің жақсы өмір сүруіміз үшін жасаған еңбектері жайлы айтылған. Жалпы осы жерде әсіресе айтылғаны транзиттік бағыт жайлы айтылған, яғни осы шетелдермен орнатылған байланыстар, қатынастардың барлықтары, және де осы басында бізде, мысалы, экспорт болсын, импорт болсын, сол жақтан қиындықтардың болғандығы, соның барлығына елбасының шыдамдылық танытып, өзінің көрегендігін білдіріп, басқа елдермен жасаған байланыстарын, және де қонақжайлылықтарын барлығын айтып өткен. Мынау батыс Қытай, батыс Европа жолы, иә? Иә. Батыс Қытай, батыс Қазақстан, Европамен байланысқан жолдар туралы да, әуе жолдары, жалпы нұрлы жол бағдарламасы жайында ақпарат берілген екен. Қыздар, тағы қайсысын сөйлесіңдер? Табиғат жақсы, рахмет. Темірлан? Жалпы бұл мен қыстырсам бола ма? Гүлжанат, иә, жалғастыра ғой. Гүлжанат? Болашаққа бастар бұл видеороликте жалпы транзиттік жол туралы, жалпы Қазақстанның жол туралы айтылады бұл видеороликте. Бізде алғашында 90-шы жылдары ешқандай жол, ештеңе болмаған, тек қана аптасына 3 рет қана Москваға барып келетін пойыз ғана, тасымал ғана болған екен. Сол уақыттарын салыстырғанда қазіргі уақытта Қазақстан бір транзиттік жол қазіргі ең не десек болады, транзиттік жолды қалыптастырған, көптеген елдермен ара қатынас жасайтын жол жасап, кезінде сол кезде елбасымыз айтқан болатын, біз осындай жол салу арқылы біз үлкен мүмкіндіктерге қол жеткізе аламыз. Біздің бірден бір мүмкіндігіміз деп айта кеткен болатын. Және де осы айта кететін болса, Қазақстанда Менделеевтің бүкіл кестесіндегі қазба байлықтарымыз бар, бірақ біз сол заманда ешқандай да қазба байлықты пайдалана алмадық. Сол бір саясаттанушының айтқан сөз бар екен сол жерде. Біз жолдың үстінде тұрмыз, жолдар көлік жатыр дейді. Бірақ
мүмкіндігіміз жоқ оларға ілесуге. Біз тек қана қарап тұрмыз шетте дейді. Сондай жағдайда болдық дейді 90-шы жылдары. Ал қазіргі уақытта сол ұлт көшбасшымыздың арқасында сол елдердің көліктермен бірге жүйткіп, қазіргі кезде солармен деңгейіне жеттік. Сол деңгейге жету үшін де небір жұмыстар атқарылды. Транзиттік бағытымыз жолға қойылды, пойыз жол, әуе кеме жол болса да барлығы жолға қойылып, бір қазір дамушы елдердің қатарына қосылдық деп өзінің пікірлерін білдірген. Мысалы, барлық елде болады, сондай жанашыр, өздерінің сондай көшбасшылық қабілеті бар жандар болады, адамдар әрбір елде, әрбір ортада болсын. Бірақ сондай жандардың барлығын бір жаққа тоғыстырып, соларға бір алдына нұсқау беріп, солардың барлығын жинақтап істеу әрине бір адамның мойнында ғой. Енді былайша айтқанда барлығын бір жерге мақсат қойып, осыны жасайық деп барлығы айтып жатыр. Мысалы, Назарбаевтың бізге берген сенімі, бізге берген жылы сөздері бізді қанаттандырды деген секілді. Сондықтан ойлаймын мен, бұл жерде елбасының еңбегі өте зор деп барлығын бірдей қадағалап. Мысалы апай, осы видеороликте айтылған ғой. Қыруар еңбек жасалды. Оның ешқайсысын жоққа шығара алмаймыз, қаншама тірлік жасалды. Қазақстан деген елді картада болғанымен танымайтын ел қаншама еді. Қандай дәрежесі көтерілді. Ал Мәдина, сөз сенде? Осы видеороликте айтылған ғой, мысалы, нағыз көшбасшы, нағыз ел басқарушы адам, ол белгілі бір жерге барыңдар деп алдын адамды сап қоймайды, өзі нағыз ел басшы, менімен бірге болыңдар, менімен бірге жүріңдер деп айтады деген ғой. Міне біздің нағыз елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев тура сондай бір ұлт көшбасшысы, бір жай ғана тұлға емес, өзінің керемет тұлға екенін дәлелдеген тұлға деп қарастырған. Яғни бұл жерде не айтылған? Яғни бұл жерде сол кездегі транзиттік жолдардың енді ғана қалыптаса бастағаны, автожолдардың, әуе жолдарының қалыптасқаны айтылған. Яғни біздің қазіргі таңда түйгеніміз осындай бейбіт өмірде өмір сүріп жатқанымыз, еш нәрседен қиындық көрмей жатқанымыз, яғни осының барлығы біздің елбасымыздың сіңірген еңбегі деп білемін. Мысалы, сол жылдары Астананы бір тез арада да ауыстыра салу, ол көп адамның қолынан келе бермейді. Яғни бұл жерде біздің елбасымыздың ойы жаңа өмір бастау үшін, жаңа бейбітшілік өмірді бастау үшін барлығын жаңадан бастап қалыптастыру керек деген ойда болды, және оны сондай ешқандай бір қиындыққа қарамастан жүзеге асырған болатын. Және де осы жерде бір танымал тұлғаның айтқаны бар. Сол Германияда өзінің астанасын ауыстырды ғой, ол бірақ жоспарды 10 жылға қойған екен. Ал сол кезде біз астананы ауыстырғалы жатқан кезде Назарбаев тек бұл шешімді тез арада тез іске асыру керектігін айтқан екен. Сонда елбасымызға сұрақ қойған екен, осы дамыған керемет елдің өзі Германия 10 жылға жоспарлап отыр. Неге біз бұны тез арада жүзеге біз Қазақстан қалай асырамыз дегенімізді айтқан екен. Қазақ халқы өз сондай 10 жылға қойған тапсырманы, олар мысалы немістер 10 жылға қойған тапсырманы барынша дайындалып, ертеңнен бастап жасап кету мүмкін, ал қазақтар тек жарты жыл қалған кезде ғана жасайды. Сондықтан біз 9 жылды құр босқа жіберуді біз неге олай құр босқа жібереміз? Одан да қазірден бастасақ, біз алға жетелейтін керемет қаланы, керемет мемлекетті қалыптастыра аламыз деген екен. Яғни апай, бұл екі көрген видеодан да елбасының мықтылығын, тек қана мықтылығын көруге болады. Даусыңыз өшіп тұр, апай. Апай, сіздің микрофоныңыз өшіп тұр ғой. Кімнің микрофоны айқайлап жатқан Бекболат па? Так. Ақнұр, сен не айтасың?
Жалпы бұл екі бейнероликтерді қарап шықтым. Маған қатты әсер еткені, яғни елдіктің басталуы бейнеролигі болды. Себебі біз 1991 жылы өз тәуелсіздігімізді алғаннан бастап, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан, яғни 2050 стратегиясы бойынша сол жоспарды құру арқылы көптеген өзінің мақсаттарын, жоспарларын жүзеге асырды. Соның бірінші ең алғашқысы, яғни өз астанамызды қалыптастыру, оның көркейту, дамыту болатын. Яғни көптеген жаңа ғимараттарды өз елорданың әсем, көркем болуына өз үлесін қосып, осы жоспарларын құру арқылы қазіргі Нұрсұлтан қаласын үлкен дәрежедегі Орта Азияның, яғни жүрегі ретінде дамытып көрсетіп отыр. Сонымен қатар нейрохирургия және кардиологиялық клиникалардың өте қатты дамуы, осының барлығы да елбасымыздың нақты қадамдар жасау арқылы қазақстандық халқымызды ынталандыру арқылы осындай дәрежелерге жеткізді. Бұның барлығы да осы елбасымыздың арқасында. Жақсы. Сымбат? Ерубай Сымбат? Сымбат? Еспей жатып отыр ғой. Жансая, сен не айтасың? Көп қыздарда сет болып жатыр еді ғой. Нашар болып жатыр. Сабақта да осылай сөйлей алмайды ма? Апай, жоқ, кейде болып қалады ғой, апай, свет өшіп қалады, сонда жел болып, кейде солай болып қалады, апай. Негізі түгел қатысамын сабаққа. Жақсы. Басқа ешкім пікірін айтпайды ма енді? Өзі фильмнің атын неге болашаққа бастар жол деп қойды енді? Өзі бірнеше деректі фильмдер топтамасынан тұрады. Мынау біздің көріп отырғанымыз болашаққа бастар жол деп аталады. Аталуындағы себеп не екен? Болашаққа бастар жол. Иә? Кім жаңа біреу бастап еді ғой? Гүлжанат, дауысың естілмей қалды ғой? Апай, сіздің дауысыңыз қатты келді да, сосын естілмей қалдым, не дейді? Айта ғой, жаңа сен бастап беді? Бұл жерде деп сен бастадың ғой деймін. Болашаққа бастар жол дедіңіз ғой, мен соған айтқаным ғой, болашаққа бастар жолда в основном сол нұрлы жол, транзит жол, жібек жол туралы айтылған ғой деп соны айтқаным ғой. Жақсы, қазір онда мен